Тәуелсіздік деген қадірлі сөзді естігенде қаны қазақ әрбір азаматтың жүрегі тебіреніп, рухы көтерілетіні анық. 33 жыл бұрын өзге елдің құрсауында болып ғасырлар бойы ұлт азаттық үшін күрескен қазақ халқы өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін жариялап, егемен елге айналды. Әртүрлі ұлт өкілдері бір шаңырақ астында ұйысып, ортақ ата заңымыз қабылданды. Айта кетейік, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым елімізде мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Биыл Семейде Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күніне арналған мерекелік шаралар жоғарғы дәрежеде өтті. Мне кажется, надо больше таких мероприятий, чтобы воспитывать в детях патриотизм, чтобы они знали свои истоки, развивать в детях больше патриотизм. Айтулы мерекенің басты шарасы орталық алаңда өтіп, мемлекеттік гимнді бір мезетте орындады. Бұл шараға Абай облысының әкімі Нұрлан Нұрахаев, Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов және ардагерлер, депутаттар мен қоғам қайраткерлері. Жиыны 1000-нан астам адам қатысты. Мерекеде семейлік велоспортшылар менің туым акциясы аясында көк байрақты салтанатты түрде көтеріп, 200-ден астам велошабандоз қаланың орталық көшелерінде шеру өткізді. Жарыста бақ сынағандар патриоттық флешмобқа да қосылды. Біз осы ардагерлер кеңесі сол ардагерлер ақсақалдарымыздың ұйымдастырып жұмыстарын алға қойып жатырмыз. Мына Қазақстанның рәміздер күні бәрімізге қайырлы құтты болсын. Өйткені әрбір қазақтың баласы отаным, елім деп өмір сүреді. Қазақстан халқы бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай болып, барлық жерде ынтымағымен бірлігін танытып келеді. Бауырлас елдер мен көршілес елдердің арасында түсініспеушілік туындап жатса, ынтымақтасуына әрдайым ұйытқы. Қазір дүние жүзінде 130-тан астам ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына жұмылдырған мемлекетімізге қызыға қарауының себебі де осы болса керек. Мерекеге орай орталық алаңға жиналып келген өзге ұлт өкілдері қолдарына жалау алып, рәмізге деген құрмет көрсетті. Мереке күні жастар арасында тақырыптық көрмелер, челлендждер мен флешмобтар өтті. Мерекелік шараны рухты әндермен қалалық мәдениет сарайының өнерпаздары жалғастырды. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Мәңгілік ел көшесінде орналасқан кәсіпкерлік нысандарының басшыларымен кездесті. Қазіргі уақытта аталған аумақта қоғамдық кеңістікті жайластыру жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылы Мәңгілік ел көшесін қайта жаңарту бойынша жұмыстар жалғасады. Нөмірі 1 учаске Қабанбай Батыр көшесінен Жамақаев көшесіне дейін. Нөмірі 2 учаске Шайжүнісов көшесінен Ибраев көшесіне дейін. Кездесу барысында ғимараттың қасбетін жөндеу және іргелес аумақты абаттандыру мәселелері талқыланды. Мәңгілік ел көшесінің абаттандыруға қарамастан кейбір үйдің бірінші қабатында орналасқан бизнес нысандарының қасбеті қала келбетіне кері әсерін тигізуде. Әр дүкен әртүрлі жарнамаларға толы, ал кейбір бутик дисплейлері істен шыққан. Мәңгілік ел көшесінің кәсіпкерлері өз кезегінде әкімнің ұсыныстарын қолдап, қала ғимаратының қасбеттерін жаңартуға көмектесуге дайын екендерін мәлімдеді. Құрметті оқырман, облысымыздағы номер 1 басылым Семей таңы газетінің 2024 жылдың 2-ші жарты жылдығына жазылу жүріп жатыр. Басылым аптасына 3 мәрте жарық көреді. Жазылу жеке тұлға үшін 6 айға 4400 теңге, заңды тұлғалар үшін 6 айға 6250 теңге. Редакция мекен-жайы Қаймұхамедханов 12. Әр парағында халықтың анығы мен ашығын жеткізетін Семей таңы газетіне жазылуды ұмытпаңыздар. Аманат партиясының кедергісіз келешек жобасы аясында Курчатов қаласында психоневрологиялық ауытқуы бар балаларға арналған 16 орталығының ашылу салтанаты өтті. Шараға облыстық филиалдың атқарушы хатшысы Нұржан Әбдікәрімов, облыстық филиалдың жанынан құрылған әйелдер қанатының кеңесшісі Әйгерім Смағұлова, облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Айман Нұрлыбек және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, сондай-ақ медицина саласының мамандары мен ардагерлер, ерекше балалардың ата-аналары қатысты. Мұнда аудандағы мүгедектігі бар 2 жастан 18 жасқа дейінгі балалар қабылданып, оларға қызметтің барлық түрі тегін көрсетілетін болады. 16 орталығында ем-дом қабылдап жүрген балалардың ата-аналары ұйымдастырушыларға ризашылығын білдірді. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Жасұлан Заманбек, Сымбат Қайратқызы, Семей таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.